Hayırlı gün bizning teatrımızın Duray Firin Qorovchi tomoshachilarimiz, o'zimizning teatrni yaratuvchi tomoshachilarimiz. Biz endi sizlar bilan bugun o'zimizning teatrning bir spektaklining repetitsiyasini qarab ketamiz. Unda bo'lsa Tufan Obeyning Nolining Olay tugul Bulay spektakli bo'lacak. Endi bugungi to'g'ri efirda shunday qiziqli mezgillarda bo'lar. Biz endi artistlar bilan aralashamiz. Olar turunda söylashirmiz. Agar sizning so'rovlaringiz bo'lsa, siz ularni shu videoning ostına qoldira olasiz. Agar endi artistlarning o'zlarining so'rovlaringiz bo'lsa, shu videosida shulay ularning Instagramdagi akkauntlarining bitlari bo'lacak. Endi tilayingiz bo'lsa, so'rovlaringizni olara yozib qoldira olasiz. Hozir esa sizning e'tiborga men artistlardan tutqarlanmışam, sizni de tutqarlanmışam. Bugungi muzikalniy repetitsiyalar demaylik o'zlarini sizga sizning tarafga ko'rsatilgan taqdim etib, artistlar hazır, bizning muzika beruvchimiz Niyozoviy hazır. Boshlasak bo'ladi artistlar, so'z sizga. Aylangiz. Niyozoviy birinchi. Hürmetli tomoshachilar, qadrli do'stlar, bizning bugungi spektaklimiz Türk ayrim pyesalardan turadi. Birinchisi Adı ismi kim? İkincisi Ayırılabız bu şimdi. Üçüncüsü Ağar Sular. Dördüncüsü Oyunu Nega olarni birga qushloq o'ynarga bo'ldikmi? Eğerde o'ynab anlata olmasak, Başlayma. Başla. Spektaklin birinchi ko'rinishi adı ismi kim? Mana shunday ko'ngilli jillar bilan bizni boshlanib ketdi bugungi repetitsiyamiz. Amin Allohga davom etasiz kelar, kichkinagina bizning artistlarimizga yordam eting. Mening sahnaga chaqirasim kelar.
әлеге спектакльдә уйнаучы артистыбызны, өлкән буын артистыбызны, Татарстанның атказанган артисты Харис Абый Хөснетдинов килеп икәнлеген аралашмалык. Беренчедән сорыйсым килә хәзер Харис Абый. Әйбәт яхшы, яшәгә табзатны матурна эшлибез, яшибез. Бик яхшы, бик яхшы. Харис Абый, шундый сорау бар. Синең театраль дөньяга сәяхәтең ничәнче елда башланды һәм ничегрәк башланды? Шуны әйтеп битәләр, кыскача гына. Театрга минем елын хәтерләмим, 10нчы класста укыганда, мин беренче театрны уйнадым, беренче театрны анда, беренче театрны түгел, беренче театр соңыннан Зәңгәшәдә, Булат кайткан шуны без районга барып беренче урынны алып кайттыганда, менә мин шулай башланып китте. Аннан соң мин сельхоз институтына кердем, сельхоз институтыннан әниләрдән качып, мин аннан соң кердем театральный училищега. Театральный училищеда 1 ел укыдым да, аннан соң шушы Тинчурин театрына җыелган группа бар иде, 2нче курска алар янына килдем. Алар белән укып бетереп 98нче елда менә шушы театрда, шушы яраткан театрында эшли башладым. Менә шул. Бик зур рәхмәт Харис Абый әлеге мәгълүматың өчен. Димәк, син 98нче елда килгәч, инде әлеге театрда ничә ел хезмәт итәсең булып чыкты? 98нче елда килгәчтен, күпме була инде? 20 елдан артык. 20 елдан артык. Менә тамашачылар, безнең туры эфирне баручылар, безнең Харис Абый 20 елдан артык әлеге сәхнәдә сезгә халыкка хезмәт итә. Харис Абый, аннан соң шунда сорап китик. Синең бит инде балаларың да бар. Шундай хәл булганы булдымы? Менә тормышта булар, шундый хәлләр. Әти, минем дә артист буласы килә дип сораган булдым балаларым. Юк, алай әйткәннәре булмады, дисәм дөрес булмас. Менә соңгы елда Айнур минем мәктәптә, минем шикелле мәктәптә укыганда хәзер спектакльләрдән, үзекләрдән катнаша башлады. Менә ул хәзер кайсыдыр мәктәптә 2нче урын алдылар. Зөләйхадан үзек уйнап, әти ул 11нче класста укый инде, 11-не бетерә. Әти театрга шкаварың мәллә мин дип ята миңа. Юк, улым, мин әйтәм. Улым, минем эшләгән җитәр, син башка юлдан кит инде. Ул инде башка юлны сайлый хәзер. Кайсы юлны? Физкультура буенча, физкультураның институтына керәм диде алар. Менә бит. Инде алар берсә инде Харис Абыйның малае Айнур. Син дә карыйсың әлеге эфирне. Син инде Алла берсә зур уңышлар һәм инде зур дәрәҗәләргә җитеп дигәндәй Олимпия чемпионнары булырга язсын дигән теләктә каласыбыз килә. Харис Абый, бик зур рәхмәт сиңа әлеге сорауларга җавап биргәнең өчен. Һәм инде тамашачыларга да бер сүз әйтеп китик. Тамашачылар, исән сау булыйк, матур яшик. Безнең театрыбызга йөрегез, бездә матур спектакльләр бик күп. Рәхим итегез. Исән сау булыгыз, авырмагыз. Менә шул бик зур рәхмәт Харис Абыйга һәм инде хөрмәтле туры эфир караучылар, бу тәҗрибәне торсын бу Харис Абый. Без инде репетициябызны дәвам итәбез. Алдагы музыкаль безнең репетиция, музыкаль җыр дип әйтик, артистлар шулай үзен тулкынлану белән көтәләр. Киттек, сүз кабаттан сезгә. Хәзер спектаклебезнең 2нче күренеше. Аерылабыз. Хуш инде. Allah
ikkinchi perdani finallaylik. Haydi. Jiber. Так, biz ikimiz mi? İkimiz. Son çektim abi. Haydi Jiber. Benim şunday bir konkurs dedik, e'lon etersin kela. Mana eshitib ketdingiz, siz haligi spektakldan rap shulaymi? Aytaysiz, biz sizning bilan 10 yo'llab o'zimizning Tinchurin teatrini bag'ishlayman deb edik. Tinchurin teatri ismini kiritib 10 yo'llab bir rap yozib qo'yaylik, bo'ldirib chiqarib bo'larmikan bu oylarni. Haligi sizning she'rlaringizni, she'r yo'llaringizni siz shu video ostida qoldira olasiz. Konkursda boshlab yuborsak bo'lar, shunga ko'ra haligi o'raytiramiz. Men esa mikrofon yonida chaqirasim kela Tataristonning xalq artisti bizning Tatar estradasining nishonchisi deb aytdik. Rezida Patahvato'lina. Bizlar pay bichalar sizni yoshmalik. Kildi, o'zi. Hurmatli turist qarovchilarimiz, bizning Rezida teatr oshavini tanlatuvi, Tatar estradasidan tanilgan. Sizlar pay sizga shunday so'rov. Tatar estradasida sizning yo'lingiz nechik boshlandi? Tatar estradasida yo'l nechik boshlandi? Shu bola shaqtashlardan boshlandi. Hamma mezimda har vaqt charchi bo'larman deb bizalmay turgan edim. Mana lekin bizning avlda, avul yerinde endi muzikal maktab yo'q edi. Men muzikal bilimim bo'lmau arqasida men teatr uchrashuvisiga keldim. Shunga ko'ra anda muzikal bilim kerak deb bildim. Mana shular ikkisi birga bordi. İkisi birga ko'mak bordilaring emas qo'ydi. Yaray, bugünkü kunda endi sizni bir ko'p rollardan ko'rgan bo'lar. Ham endi har bir qisqa bir transfer endi u eng istab olgan rolingiz mana shu teatrda ishlay boshlagandan beriladi. Albatta, u Razil Valiyevning Ayda bari qizlar qari spektakli Chunki teatr өлкәсендә, teatr sahnasida ijrochi olarak teatrda mana shu rol orqali Zahra roli orqali tanildim. Büyük rahmet haligi so'rovga javob bo'lishi. Ham endi ko'mak deb aytdik, haligi so'rovlarni tamomlab, eng so'nggi so'rov tomoshabinlarga aytib so'zingiz. Turmush motor, dunyo rahat. Havoda yuribmiz, yozlar yetdi, rahatlanib ana olajaylar, büyük planlar, ham barsida. Aydan tashak. Allah bersin, endi boshlashni bitamizmi? Büyük rahmet. Kimni shekillar, kimni boqisha. Büyük rahmet bizlar javoblarimiz uchun. Endi mana shunday ko'ngilli kulash yuzda bizning izlabamiz. Birgalab biz ham bilan shulay unimiz kulamiz deganda ishlayverishamiz. Ham albatta uzun so'zni qisqasi deb biz repetitsiyamizni to'xtatmisha olganda davom etamiz. Ham endi o'sha bizning hozir ikkinchi perdaning repetitsiyasi, muzikal repetitsiyasi boshlanadi. Ko'ra, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli turist qarovchilar, rahim etib so'zni artistlarga berib, elak ketdik. Ziyada ikkinchi perdaydi. Thank you.
Hürmetli, ben tabii yaratып тұрады, сені шақырайын әлі. Келерім де, сені араласып алайық. Біргеніңше, hürmetli тамашашылар, hürmetli эфир қараушылар, біздің қазір сіздің янға сіздің араласуға шықты Татарстанның атқазанған артисті Нәтәуи Шамсетдинов. Енді оны сіз бик көп рольлер аша, бик көп спектакльлер ашаған, бик көп фильмлер ашада білесіз. Нәтәуи, менің шындай қызыклы бір сұрауым бар. Мен енді сіздің тігі ойыннан оймақ деген кинофильміңізді деп айтайық. Кішкене шақтан қарап өстім. Һәм енді миңа бик қызық, әлеге фильмні түсіру fikri sizga qachon keldi ham kimga keldi? Aytgina ketadi, pожалуйста. Әлеге фильмні түсіру fikri ол Лейсеннің башына келді. Лейсен Махмутованың. Негізі өзіміздің туғандарны, өзіміздің бірге шыққан қызметшілеріне, жақын достарына, артистеріне жиып, бір естелік үшін фильм түсіріп қалдырады деп. Мелодрамалар телевидениеде бик көп. Бик көп комедиялар. Шуңа күрә біз енді комедия жанрында эшләдек. Олар атешіде ауыл, олар атешіде өзіміздің қоян шыққан, қоян жеріміз бетінде, соңа көре міне сондай идея білем. Анан соң енді ол идея білем бізді қызықты, біз енді қызып кетіп, аны түндер бойы отырып, қазір техника заманы не білем, жасай атайды. Скайп арқылы қарашып, ол өзегінде, біз өзегімізді Лейсен білем бетінде шөбешіп отырып, дедие, Лейсен мен сөйлесіп отырып, fikirler berip, ona yazdık. Ondan sonra to'g'rilandırdık, ko'pgina yana kirdik, anekdot situatsiyalar bilan shug'ullandik, ko'pda yana shundan televideniyega ketdik. Bik tilab rizo bo'ldilar, qabul etdilar, shundan Demek sizden әлеге... Ondan sonra ne kesin soradılar. Şolay yapmıyorsunuz? Uzak kalıp geçti. Oysan tağım şurada yaratmış süresi, anekdotun personajlar hazır. Biz de öz orunda ideyalar gelip tarafından operatör yıldılar, keşfizanın ikisinde. Maşallah. Ben tabii ekspediyasyon değil, şundan da indi әлеге oyunlamaymak filmin düşürgen vakitte o Skype'tan söyleşkeş. Қазір енді şunday сұрау, bütün kişide telefon. Sen telefon bilen еш қолданасың ба өзіңнің телефоныңның күн сайын Instagram шеттерlerinde, Контакт шеттерlerinde, ondan sonra WhatsApp шеттерler. WhatsApp шеттерінде енді күн дәуірінде отырасың. Instagram, Контакт, Одноклассники, yanları Facebook бар ретінде біздің сен еш қолданасың ба оларды? Мына есім кетті көпкіне ештері қазір уақытта телефоннан шық дейді. Хаман телефонда. Көден тұрдан көзекіз қорашып сүйешіп дегені бір бүтінде юққа шығып бары. Әтек сен анда яғып тұрасың, оның сен янда телефон ақтары. Ол қызық түгіл. Ол кішілер нормально сүйешесен келе алып, телефон ақтары. Жина суларын шығаршыған көрі. Шоң көрі мен өзім телефонда күніне 3 тапқыр тұтам десем, ол дұрыс болар. Керек информация іздегенде көбірек дұрыстанды. Ертең апарап шығам яңықлады. Күндізінде жол информация керек болса, әкішілерінде жол ВКонтакте. Yoklar aldığından көңілді хәлдер оқып, анекдоттар оқып, соларын зүйіп шығады. Yarar, осы бойынша машылды телевизор қараған бар мısın? Соң қарағанда бек тоғы келмейді телевизор қараған. Қазір мына язға шығып қарады, бақша шәрді жоғап көреға әзірлік бара. Бақша әшірбет ол жайкені өті бұл. Қыш керімде аның әзірлігі бар, аларында уақытында жеріне керек. Міне Лилия апағыз помидорлар отырып шығып келелер. Қазір моторын әйтіріп шоңа көрейік. Енді Алла берсе ямасыз ота, Лилия барып помидорларын ашармыз деген тілек. Алла берсе. Ondan sonra Ретәуи бақшада, егер şimdi senin бақшада ең яратқан ішің. Нәрсе шырға яратқан бақшада? Барсыңдар ма есе, айырған мендеде болса бір іш бар ма сенің? Өзіңне керек едік. Бақшада мен жол өтіп жатырмын. Һәм білесің, ол жол өтіп жүрген небір, ішеген уақытта да жол өтіп. Сен чөнки өзің үшін өзің тілеп ішесің екен, ол іштен тәм тауып жол өтесің. Шоңа көре мен бақшада жол өтерге яратамын. Міне біздің бақшаға барып, қайбір артистер сөйлегендері бар. Енді барамыз, ішлейбіз, күн дәуірінде қызынабыз, дейлер. Мен табылар біздің ішлей, жол өтейік әміттерім жемеғат. Һәм енді мен табы жолай тағын бір сұрау кетіп кетесін келіп, сенің яратқан ел фасылың һәм
күнім деп айтайын, жылы күн мі, салқын күн мі, яңғырлы мы, қыш мы, есе қарлы мы дегенде, есе боранлы мы, қайсы күнді сен көбірек яратасың? Білесің, әрбір елінің фасылы өзінше мотор. Аны теге Алиса Фрэнклин жыры бойынша надо благодарно принимать әрбірсін. Шоңа көре аның әрбірсі мотор. Яратқан күнге келгенде, менің яратқан күнде бірнеше, анысы менің туған күн. Ол менің күн, ол күнді мен бір дейді әйбір қошмайлар бір нәрсе іштетмейлер. Мен ялайтам, ол күнді рахаттанып, еркінлеп, аяқтырып, күнәлі береміз театр күні. Һәм 23 февраль дейді. Ішкенінде ол шошысын бейлер. 23 февраль дегеннен сенен малай тіпті түгіліне армия сафларында болып қайтты. Шылай бет, сіз анымиянына енді барып бердіңіз. Шиттен нешек қарап тұру мұра, шиттен қарап казармаларының көру, әлігі армия частын көру. Бірінші сенен күзету, бірінші сенен фикірлер. Мен өзім армияда қызмет етмедім. Һәм мен ойлағанымда малайымны армияға жіберген дейді. Шондайрақ фикір бар еді. Ләкин малайның характері шондайрақ өзінің ізгіне ол істеп етіп енді. Біздің кісілер соңға көре бар әлі, сен армияға барып қайтады, бәлки ақыл кіріп қайтады деп жібердім. Дұрыстан ақыл кіріп қайтты ма? Қазір ол дінде екіншілерді қарашпен дүниеға қарай өзінің фикірі бар, өзінің көз алауы бар. Мендейдер қияллар деп айтайын ба, барлығы келді, соның бәрін яшей. Казармаға жеттен қарап тұрып, мен өзім бола алмағаш, аның ішінде. Кісімнен қарап тұрып қана айтып болмайды. Аның яқшы яқтарда бар дейін, аның шарты яқтарда бар дейін, ләкин армия бетінде бәрібір ол тәрбие, ол өлік міне біз ешақта армияға барып қайтпаған егетке санамайды, қызлар да ермейді. Барабек кетерімнен қайтып кетпетін әтейіп қайтарған ол өйді. Андай егетіне, ол егетке санамайды армияға бармаған. Жаңағы бүтін өзін-өзі құрмет еткен егетке санаған егет армияға барып қайтырға дейшеді. Ләкин менің армияға барысы уақыт жеткендігіне бұталыс башланды. Сызыстарына бітіріп Россия Федерациясына айдаңда, сол уақытта, сол бұталысылар арасында мен шеттер тезген ауқыветімді театрға кеттім. Театрда яңа қызмет, яңа бетінде мүмкіндіктер, шоңа көре онда барудың кие қалмады менің үшін. Анасы мен уже үйленіп қойдым, ішке келуімді ұзаққа өтмеді. Шоңа көре ғайлы, театр, яңаша тұрмыш, яңаша мүмкіндіктер, шоңа көре армия шеттері қалды болды. Анасы айдар мені бармай қалған кішілерді құрмет ете башладар. Міне нешік бұл армияға бармай қалған, нешік мүмкіндік тапқандай бұл кішіне уважай ете башладар. Андай заманда болды. Ярым таби инде шетке кетмей өзің инде театр болғаш, театраль сфераға да кірейік дегендей, сен хатырлисың мекен, хәсірде уақытқа қадар театрға ашқан келгеннен, сен жашылы келген ашқан? 91 жылда әлмен тумаған болған. Осыған ғасырда келген біздің таби біз шул дәуірден алып хәзіргі күнге қадар сенің неше образың бар, хатырлисың ба? Мен олар санағаным әрбір образ ол кішкене рөлін, зор-рөлін бәрбір көңіл аяқын бәрбір. Аны өзің тігі балалы қатын шекерді аны баштан көтеріп беріп, аны табасың ол рөлді ретінде. Аны бірнесі қайдыр жаңа көре. Бар еді көбірек яратқан рөлдер, оңышылырақ шыққан рөлдер алынды көбірек яратасың, алынды қалықты шоңа көре көбірек яратады. Образдар міне табыла бетшіш, мен қазір бая болса да барып шықсам, әйтіп яңа табылған образдан ойынан ойнақтағы образдан аптырақын келген передаш келген образдан исімі білетдәші өзінше бір моторлық деп айтайын, қаламның признаниясы деп айтайын, шындай қарайды. Біз сенің спектаклін қарадық, мына шындай спектакль, ой, шәр ойнадық деп айтсайдан деп ақша өсіліп кетесің деп айтайын, бәрі башқа өсіп, ол біздің үшін көңілдей бір халықтың признаниясы біздің үшін ең зор бәйе, артистің аташы. Ең зор бәйе. Дұрыс. Рахмат Бекзор, мен табай әлегі жауапларым үшін қайым дәрбәт тәсімден өсіресім келем. Тамашашыға айтыр сөзім. Тамашашыға айтыр сөзім. Міне жабаға біз басып тұрабыз. Залыбыз бош. Көңіл іншеттер өз орында түгіл. Тамашашы әгерде бар екен театр еші. Тамашашысыз біз театр болып та, шын артистан болып та еші алмай шапыз. Алар бізге керек, біз аларға керек. Біз бір-бірімізден башқа еші алмайбыз. Бекзор рахмат, мен табай жауапларыма.
өзімнің коллегалар янынан, коллегаларымыз янынан қосылсам болады. Мына шошындай қызықлы мына біздің Ренат театраль тұрмышы турында сөйлешіп кеттік. Мында туризмді біздің қараушылар. Енді алға таба біз репетициямызға devam etamiz. Ham endi so'zni qavatdan artistlarimizga beramiz. Oyli kechdi, boqshada aylanganlar. Bizning shirat jitmaganali.
Менә шулай күңелле итеп безнең инде бүгенге репетициябыз тәмамлана дип әйтер идем, әмма ләкин инде ул үзе сәхнәгә менде безнең театрыбызның шулай ук биюләрен шиш тартучы дип әйтик, безнең укытучыбыз инде күреп, әлеге репетицияны карап, әлеге репетицияга бәя биреп утырды, маска астыннан тешләрен кысып, хәзер инде ул безнең әлеге биюләрне шиш тартачак. Алга таба репетициябыз дәвам итә. Мин инде үз чиратымда нәрсә әйтәсем килә, хөрмәтле безнең туры эфир караучыларыбыз, сезгә инде безнең театрыбыздан бер генә теләк, исән сау булыгыз, бер-берегезне саклагыз дигәндәй, һәм инде үзебезнең спектакльләрдә сезне көтеп калабыз. Барыбызга да бик зур рәхмәт әлеге эфирне караганыбыз өчен. Алга таба да мондый кызыклы эфирларыбыз безнең булачак. Репетициялардан шулай ук үзәкләр дә күрсәтелер, музыкаль репетициялар да булыр. Аларны да карап барырсыз дигән теләктә минем инде сезнең белән сау булашасым килә. Исән сау булыгыз, саклагыз бер-берегезне киләсе очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт.